қан қысымын табиғи жолмен қалай түсіруге болады? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Егер қан қысымыңыз жиі көтерілсе, міндетті түрде дәрігер бақылауы қажет. Бірақ күнделікті өмірде қысымды бақылауға көмектесетін табиғи әдістер де бар. Бүгін мен сіздерге үйде жасауға болатын нақты 7 әдісті айтамын. Үй жағдайында қан қысымын түсіруге көмектесетін бірінші әдіс ол рационыңыздан тұзды азайту. Күніге тағамға қосатын тұз мөлшерін азайтыңыз. Дайын тағамға қайта тұз сеппеңіз. Тұзды қияр, шұжық, консервіні де азайтқаныңыз абзал. 1-2 аптадан кейін-ақ айырмашылықты байқайсыз. Күніне 30 минут жаяу жүруде қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Таңертең 15 минут, кешке 15 минут жаяу жүріңіз. Егер қиын болса, 10 минуттан бастауыңызға болады. Тұрақты түрде жүру қан айналымы үшін өте пайдалы. Сондай-ақ су ішу режимін дұрыстаңыз. Күні бойы аз-аздан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Және таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін 1 стакан жылы су ішуді де әдетке айналдырғаныңыз абзал. Түсте 1 стакан, кешке 1 стакан. Егер дәрігер суға шектеу қоймаса ғана. Және қысымды табиғи жолмен түсіруге көмектесетін тағамдарды тұтыныңыз. Оларға банан, қызылша, сұлы ботқасы, көкөністер, айран жатады. Осы аталған тағамдарды рационыңызға қосыңыз. Таңғы асқа сұлы ботқасы, кешке айран ішу өте пайдалы. 5-ші табиғи әдіс пайдалы сусындарды қолдану. Күнделікті көк шай немесе итмұрын шайын қолдануды әдетке айналдырыңыз. Қантты мүлдем қоспауға немесе аздап қосуға да болады. Бұл аталған шайлар қан қысымын табиғи жолмен түсіруге көмектеседі. Ал 6-шы табиғи әдіс ол 5 минут тыныс алу жаттығуы. Яғни мұрынмен 4 секунд дем алыңыз, 4 секунд ұстап тұрыңыз. Одан кейін ауызбен 6 секунд шығарыңыз. Осы жаттығуды 5 минут жасаңыз. Бұл күйзелісті азайтуға көмектеседі. Және қан қысымы тұрақты болуы үшін өте маңызды нәрсе ол әрине салмақты нормада ұстап тұру. Тәттіні азайту, кешкі асты жеңілдету және күнделікті жаяу серуен. Тіпті аздап салмақ азайса да қысымға оң әсер етуі мүмкін. Сондықтан дене салмағын қалыпты мөлшерде ұстап тұруға тырысыңыз. Артық салмақ қоспаңыз. Ескере кететін маңызды нәрсе, егер қан қысымы өте жоғары болса, бас қатты ауырса, кеуде ауырса, әлсіздік болса, тез арада дәрігерге көрініңіз. Дәріні өз бетіңізше тоқтатпағаныңыз абзал. Қорыта айтқанда, қан қысымыңызды бақылау үшін тұзды азайтыңыз, жаяу жүріңіз, су ішіңіз, дұрыс тамақтаныңыз және тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Егер ақпарат сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.